Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі білімлен тапсырмаларына талдауымызды бастайық. Бірінші тапсырмада сіздерден блоктар мен олардың сипаттамаларын сәйкестендір дейді. Егерде практикалық видеоны қарасаңыздар, қаламмен қалай жұмыс жасауды бір мысал келтіріп түсіндіріп өттім. Сол видео сабақты қарап болғаннан кейін осы тапсырмаларды орындауға кірісейік. Сонда барлығы түсінікті болады. Енді бұл жерде бағанағы мен көрсеткен қаламды орнату дейді, түсін орнату. Қаламның өлшемдері әртүрлі. Қаламның өлшемі 3, қаламның өлшемі 2, қаламның өлшемі 1. Яғни біз қаламның түсін орнату дейді. Біз мына кейіпкеріміз сызатын сызықтың түсінің қандай болатын таңдап аламыз алдымен. Егер мына көк түсі ұнамайтын болса, мен міне ашық көк түсті таңдайын. Қаламның түсін орнату дейді. Енді қаламның өлшемін өзгерту дейді. Егер қаламның өлшемін біз 1 деп қалдыратын болсақ, ол жіңішке осы ашық көк сызық болып қалады. Егер қаламның өлшемін мен үлкейткен сайын, ол сызық бізде жуандайды. Жуандаған сайын оның түсі де қоюланады. Келесі біздің тапсырмамыз ұсынылған бағдарлама кодын зерттеп дейді. Зерттеу үшін сіздер Scratch программасында оны жасап көрулеріңіз керек. Осы блоктарды құрып көру керек. Сонда спрайттың оның орындау нәтижесін анықтай аласыздар. Қазір міне жасап көрейік. Программаны бастаймыз. Қаламда бізде тазалау деген бар. Яғни, егер сызықтар алдын ала сызылып жатса, оны тазалап отырады. Және қаламның түсін, өлшемін. Қаламның түсін біз ашық көк деп орнаттық, өлшемін 3 деп орнатыңдар дейді. Қаламды түсіреміз енді. Қаламды түсіреміз де, қаламды түсіру деген команда бар. Және басқарудан қайталау командасы. Бізден 10 рет қайталау дейді. 40 қадам жылжу әрекетін 10 рет қайталасын дейді. Қозғалыстан 10 қадам жылжу дегенді алып, 40-қа өзгертеміз. Және ең соңында қаламды көтереміз. Біз сызықты сызарда міндетті түрде қаламды түсіру деген команданы, сызып болғаннан кейін қаламды көтеру деген команданы қоюымыз керек. Енді орындап көрейік осыны. Міне, осындай сызық бізге сызып берді. Ол 40 қадам жылжу дегенді 10 рет қайталаса, ол қанша қадам жылжиды, соны ойлаңыздар. Және оның қаламның өлшемі 3. Сонда сіздерден қандай қадамды сұрап тұр, қанша қадам жүрді және жуандығы қандай деп. Егер сіздер жасап көрсеңіздер, өздеріңізге көрінеді. Үшінші тапсырмада, егер сыртқы циклдың қайталау саны 1-ге артса, экрандағы нәтиже қалай өзгереді дейді. Бізде міне сыртқы цикл 3 рет қайтала дегеніміз ең сыртында тұрған цикл болғаннан кейін біз сыртқы цикл деп аталады. Сыртқы цикл бізде 3 болғандықтан біз міне жерде 3 фигура салдық. Егер оны 1-ге арттыратын болсақ сыртқы циклды, неше фигура салар еді кейіпкеріміз. Ішкі циклды қарайық. Енді қаламды түсіреміз. Ішкі циклда 4 рет қайтала дегенде ол 4 рет қандай әрекетті қайталайды? 100 қадам алға жүреді. 90 градусқа бұрылады. Тағы да ол 1 қайталады. Екінші 100 қадам жүреді, 90 градусқа бұрылады. Екінші рет қайталады. 100 қадам жүреді, 90 градусқа бұрылады. 3 рет қайталады. 100 қадам жүреді, 90 градусқа бұрылып тұрады. Міне осы 4 рет қайталауға осы екі әрекетті 100 қадам жылжу мен 90 градусқа бұрылуды 4 рет қайталаудың нәтижесінде бізге мынандай шаршы сызып беріп тұр кейіпкеріміз. Келесі x-тің мәнін 100-ге өзгерту дейді. Енді y-тің мәнін 50-ге өзгерту дейді. Келесі шаршыны сызатын бастапқы нүктеге апарып аламыз біз. Міне координатасын өзгертті. X-ті осындай, x осынша, y осынша нүктеге өтіңіз деп, сосын қаламды түсіреміз. Келесі 1 рет қайталады. 1 рет қайталағанда бізде бір шаршы сызылды. Сыртқы циклдің ішінде тұрған әрекеттердің бәрін қайталап шыққанда екінші шаршы сызылады. Келесі 3-ші рет қайталағанда 3-ші шаршы сызылады. Ал ішкі 4 рет қайталау циклдің нәтижесінде 4 бұрышты шаршы сызылады. Сол себепті ішкі және сыртқы циклдарды
Шатастырмаңыздар. Ішкі циклдың қайталауы нәтижесінде бізге 4 рет қайталаған кезде 4 рет жылжып, бұрылып, 4 сызық сызып береді. Ал сыртқы цикл 3 рет қайталау дегенде ол осы 3-4 бұрышты салған шаршыны 3 рет сызып береді. Егерде біз сыртқы циклды 1-ге өзгертсек, мысалға 4 рет қайталайтын болса, онда не болады дейді? Шаршылардың саны 1-ге арта ма, кемей ме, кескін қабырғалары кемей ме, әлде кескіннің қабырғалары артып 5 бұрыш бола ма? Сол жайында сұрап тұр. 4-ші тапсырмаға келетін болсақ, келесі пішіндерді салу үшін қолдануға болатын кірістірілген циклды тап дейді. Мына 2 шаршыны, 4 бұрышты 2 шаршыны сызу үшін біз қандай цикл таңдаймыз мысалға? Жаңа өзіміз айтқандай, сыртқы цикл бізде фигураның санын анықтайды, ішкі цикл бізде фигурамыз қанша қабырғадан тұратынын көрсетеді. Яғни біз ішкі цикл қайталанған кезде кейіпкеріміз қабырға сызып шығады. 4 рет қайтала десе 4 қабырғалы фигура сызады, 5 рет қайтала десе 5 қабырғалы фигура сызады, 7 рет десе 7 қабырғалы фигура сызады. Ол енді көп бұрыштар болып кетеді. Егерде 3 рет қайтала деп тұрса, онда 4 бұрыш емес 3 бұрыш сызады ішкі циклда. Ал сыртқы цикл бізде фигураның санын сұрап тұр. 5-ші тапсырмада циклдермен салынған пішіндердің түстері арасындағы сәйкестікті тап дейді. Бұл енді ең жоғары деңгейдің тапсырмасы, әрине күрделі болады. Бұны сіздер 3 тапсырманы, жердегі 3 программаны жасап көрсеңіздер, мына фигуралар шыға келеді. Бұны жасап көру керек. Енді мен түсіндіре кететін болсам, 5 рет қайтала дегеннен сіздер фигураның саны 5 екенін білесіздер. Барлық фигурамыз 5, себебі сыртқы циклдар бізде 5 рет қайтала деп тұр. Енді ішкі циклдарға мән беріңіз. Ішкі циклдарға мән бересіз. 4 рет қайтала деген әрбір фигурамыз біздің 4 бұрышты деген сөз, 4 қабырға. 100 қадам жылжып 90 градусқа бұрылып, бір қабырға сызады, келесі тағы да 100 қадам жылжып 90 градусқа бұрылып, екінші қабырғаны солай 4 рет қайталап бізге 4 қабырғалы шаршы сызып береді. Келесі бұл циклда қаламның түсін өзгерт дейді. Бір шаршыны сызып алғаннан кейін барып қана қаламның түсін өзгертетін болса, онда бізде бір фигурамыз бір түрлі түспен сызылған деген сөз. Ал егерде екінші 100 қадам жүріп, 90 градусқа бұрылып, бір қабырғасын сызып алғаннан кейін қаламның түсін өзгертетін болсақ, онда біздің шаршымыздың қабырғалары әртүрлі болады деген сөз. Яғни мына циклға кіріп кетеді. Ол әрбір қабырғасын сызған сайын қаламның түсін өзгертіп отырады. Сонда бізде шаршыларымыздың қабырғасы әртүрлі деген сөз. Келесіде қаламның түсін бір-ақ рет таңдайды. Бұл жердегі түске қарамаңыздар. Қаламның түсін бір-ақ рет таңдайды да, сіздерге керекті шаршыларды салып береді. 5 рет қайталап, 5 шаршы салып береді. 4 рет қайталап, яғни 4 қабырғалы. Бұл программадан біз барлық шаршылардың түстері бірдей екенін білеміз. Мұны міндетті түрде Scratch программасында жасап көру керек. Осымен түсіндіру сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.